Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын, духовкада дайындалатын пирожкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Керекті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Ал енді бастайық. Ең алдымен жылы сүтімізге құрғақ ашытқы, тұз, қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майымызды қосамыз. Бір жұмыртқа саламыз. Тағы да араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отыра жұмсақ қамыр елеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, 1 сағатқа көтерілуге қойып қоятын боламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды, күшті көтеріліп шықты. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, видеода көрсетілгендей түйіп шығатын боламыз. Салмасы шығып кетпес үшін жан-жақтарын жақсылап бекітетін боламыз. Мен салмасын 2 түрлі салмамен дайындаған болатынмын, бірі картоппен, бірі капустамен. Картопты суға пісіріп, дәміне қарай тұз бұрышын салып, және де сары май мен сүтті қосып, пюре дайындап алатын боламыз. Ал екінші салмасына биязды қуырып аламыз майға, және де капустамызды саламыз. Дәміне қарай тұз бұрышын салып, 3-4 минуттай қуыратын боламыз барлығын бірге. Енді пирожкиміздің бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. 180 градуста 30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирожкиларымыз дайын болды, өте дәмді болып шығады. Қамыры үлпілдек, жұмсақ болып. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын.